Міне, қайырлы күн айбындарда қазақ. Менің айтатыным, міне Аллаға шүкір, Алланың қалауымен жазда шықты. Бірақ осы жазда мына кілем жуу басталады енді. Аллаға шүкір, иә. Бірақ оны біз қалай жуамыз? Ауылда күнде көріп жүрміз, иә. Жеңгелеріміз, апайларымыз, ағаларымыз, өзіміз, інілеріміз осы кілемнің үстінде жалаң аяқ жүреміз. Бұл өте қателік, Құдай сақтасын. Сондықтан мына қолдың өзі жалаң қол болмау керек. Көп адамдар бұлай жуатын. Мынау жалаң аяқ мына үстінде жүреміз. Мына суды бүйтіп шашады. Міне мынаның бәрінен суық тиеді. Құдай сақтасын. Сондықтан мен қазір дұрысын көрсетейін. Мынаның ішінде мынандай перчатка бар. Оны бұлай киеміз. Оның сыртынан резина киеміз. Одан кейін аяқта мынандай галош болу керек. Мынау суық өткізбейді. Ішінде мынандай ұлтарақ бар. Міне, осындайды киіп, ешқандай суық өткізу керек. Содан кейін бұлай жуамыз. Бұрын біз адам болғаннан бәрін көрдік қой. Ауылда әпкелеріміз, жеңгелеріміз кілем жуып, одан кейін бір жұма, бір ай ауырып, төсек тұрған тұра алмай, температурасы көтеріліп, ауырып, бір ай дәрі ішіп, укол алып, әрең жазылып жатады. Қазақ айтады, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ол ауырмайтын жол осы күтіну міне. Мынаның бәрі жабық, аяқтың бәрі жылы. Қалай жусаңыз олай жуыңыз. Өстіп жуыңыз. Ал бұрын қалай жудық? Әркім осыны есін алсын. Ауырып қалған адамдар болса, соны өзі саралап, мен пайдалы кеңес айтқан болсам, туған туысқа, өзіңізге жақын адамдарға осыны ескертіп қойыңыз. Ескерту пайда береді дейді. Әр қазақ менің жалғызым, деніміз сау, бай қуатты болайық. Ал ден саулық болу үшін осындай қарапайым нәрселерді күнделікті тұрмыс тіршіліктегі байқалмайтын нәрселердің барлығын реттеу керек. Барлық бәле суықтан дейміз. Біз айтамыз, 1000 ауруға бір себеп. Диагноз ол бітпейді, шыға береді. Ал оған ең әуелі бірінші себеп мына суықтық. Мына суды бұлай шашу. Жаздай гүл суғарамыз. Міне тағы да айта кетейін. Огород суғарады, гүл суғарады. Мына тәпішкемен жүреді, жалаң аяқ. Бұның бәрін тоқтату керек. Егер біз деніміз сау, дұрыс өмір сүреміз десек, мынандай жылы аяқ киімдер керек, қолдың бәрін жылылау керек, жылы киіну керек. Деніміз сау болсын, жақсы адамдармен бөлісіп қойыңыз.